In this series, we're going to learn some easy ways to ask and answer, I'm reading, I'm watching TV, what's up? What's up? Қазір Тейлордың залына кетіп бара жатырмыз. Енді бұйырса 2 апта бойы осы залға барып жүреміз. Біздің үйден бір жарты сағаттық жерде. Осы жарты сағатымызды бос өткізбейік деп көзіміз жолда болса да ағылшынша тыңдап, listening дейді ғой, тыңдау. Сол тыңдаудың маңыздылығы бізге. Менде қазір тренерлар, залдағы жігіттер бар. Солар сөйлеген кезде не айтып жатыр, соларды түсіну үшін қазір көп тыңдап ағылшыншамызды дамытып жатырмыз. Америкада жүрген соң қазір ағылшыншамыз енді 1 жыл болды келгенімізге, енді қазір ақырындап үйреніп келе жатырмыз. Енді бұл ағылшыншаның маңыздылығы кейін енді қазір біз өзімізді тарих қоямыз деп жатырмыз бұйырса. Сол кезде интервьюлар болады, қарсыласпен сөйлесу, солардың бәріне осы ағылшын тілі керек болады. Қазір мына кетіп баратқан залда Тейлор деген коучпен жұмыс жасап жатырмыз. Өз ісінің маманы, былай айтсақ. Білесіздер, Америкада баскетбол дамыған, солардың жұлдыздарын дайындаған, ауыр атлетика, жеңіл атлетика, былай айтқанда спорттың әр түріндегі жігіттері дайындап жүрген Тейлор дейтін жігіт. Залын көрсеңіздер де, залы әр түрлі адамның денесінің, бұлшық етінің әр жеріне беретін жаттығу, тренажеркалар бар. Атмосферасы, залдың атмосферасы, Тейлордың өзінің жұмыс жасауы адамды бір желаниясын ашып, сол жерде бір сығылып тұрып, бір от души жұмыс істегің келеді. Біздің Қазақстан командасының тағы бір негізгі мақсаттарының бірі ол біз күннен күнге, айдан айға жекпе-жектен жекпе-жекке өсіп отыруымыз керек. Бұл негізгі қағиданың бірі. Егер команда бір орында тұратын болса, ол кері кетті деген сөз. Еш уақытта команда бір орында тұрмау керек, алға жылжи беру керек. Керек болса, командадағы мамандардың орнын ауыстырып отырамыз. Алдыңғы жекпе-жектерде басқа кондишнинг коучпен дайындық жасаған болатымыз. Бұл жолы Тейлор деген өзінің маманы, мінезді боксшыға ұрсып, өзінің айтқан істете алатын, боксшыға мотивация бере алатын керемет бір талантты бапкермен жұмыс жасап жатырмыз. Бірнеше чемпиондарды дайындаған, Жәнібекке де ол өте қатты ұнап жатыр. Спарнингтерде бұйыртса шыдамдылығын, төзімділігін байқап көретін боламыз Жәнібектің. Кейін Құдай қаласа жекпе-жекте нәтижесін береді деп ойлаймыз. Осымен 10 күндік кондишнинг коучпен жұмысымыз аяқталып жатыр, ертең соңғы күні. Бәрі Аллаға шүкір, ойдағыдай жарақатсыз, жүрекке нагрузкасыз, өзімізге керекті барлық аяққа, қолға күшімізді алып жатырмыз. Енді күш молымен жатыр. Енді осы күшпен бұйырса алдымызда спаррингте жұмыстар бар, техникалық, тактикалық қарсыласқа қарсы жұмыстар бар. Соны енді Бади Магертпен бірге жалғастырып, бұйырса осы жинаған күшіміздің бәрін
өнеріміздің бәрін алдағы жекпе-жекте көрсетеміз. Мен де бір қазақпын, сен де бір қазақсың, бәріміз бір қазақпыз. Отанды сүйетін, отынды білетін, қазақтың басында елінде етін, жер бетін жаулаған баһадүр бар бабам. Қазаққа ұл болсын, ұлылықтың бағам. Қарсылас өте тәжірибелі. YouTube'дан жекпе-жектерін қарап, қандай тактикалар қолданылады, соны қарап жатырмыз. Бұйырса енді қазір бадимен ойлап жатқанымыз, қарсыласқа қарсы тактикамыз ол әрине 1-2 раундта бақылау, содан кейін алдын қолмен жұмыс, содан кейін орында тұрып, көбінесе күтіп, бірінші оны ұрғызып алып, содан кейін 2 соққымен жауап қайтару. Енді ол қарсылас көбінесе 5-6 раундтан кейін ғана ол өзінің толық мүмкіндігін пайдаланатын қарсылас. Кәсіпқой спорттағы спортшылар қарсыластың шамына тием, қарсыласты ызаландырам деп жүріп, бүкіл елді ызаландырып алған білмей жатады. Бізде осындай оқиғамен бетпе-бет келіп отырмыз. Маклеллан деген Жәнібектің қарсыласы Жәнібекті ызаландырам деп жүріп, бүкіл қазақты ашуландырып алды. Біз Борат дегенді ұнатпайтын, Борат деген жақтырмайтын, біздің қазақ деген ұлтқа күйе болған сондай бір өзіміз ұната бермейтін киноның кейіпкерімен салыстырып жатыр. Біліп отырмыз, қарап отырмыз, бүкіл жанкүйерлер намыстанып отыр. Боратты жазалау керек, жазасын бер деп кәдімгідей Жәнібекке сенім артып отыр. Осы Борат дегеннен құтыла алмай қойдық. Бұның қалай құтылу жолдарында әлі білмеймін, ел болып ойлап тапқан жоқ шығармыз. Мүмкін бұдан құтылмайтын да шығармыз, бірақ біз осы жекпе-жектің соңында қарсыласқа Бораттың біздің қазаққа мүлде қатысы жоқ екенін, бізге жат екенін, оның біздің Қазақстанда түсірілмегенін, біздің қазақтар Бораттағыдай еместігін дәлелдейміз деп ойлаймын. Жәнібек осыны 100% сезініп отыр. Канадалық қарсыласым әлеуметтік желіде өзінің өнерін көрсетіп жатыр екен, көріп жатырмын. Психологический атака жасағысы келеді, қарсыласын ашуландырғысы келеді. Ол кәсіпқой бокста бар нәрсе. Ондай өнер көрсетудің аталары бар, Майвезерлер бар, UFC-да Макгрегор бар. Біздің тәрбиеміз басқа. Ондай болатын, болмайтын нәрселерге ашуланып, басымыз жоғалтпаймыз. Көп жанкүйерлер жауап берсеш деп жауап күтіп жатыр. Оны білемін. Бірақ мен өз өнерімді әлеуметтік желіде емес, рингте көрсетіп, рингте жауап беремін. Кәсіпқой бокста кім жұлдыз, кім атақты, соның командасы мықты. Команда мықты болмаса, жалғыз өзің ештеңкеге қол жеткізе алмайсың. Промоутер, менеджер, бапкерді айтпағанның өзінде залдағы пол жуып жүрген апайдың өзінің еңбегі зор. Залың таза болмаса, менеджерің саған алаңдамаса, бапкерің дұрыс жаттықтырмай, промоутерің дұрыс жекпе-жек тауып бермесе, қарсыластарың нашар болса, сен ешқайда шыға алмайсың, сенің атың да шықпайды. Сен жұлдызда бола алмайсың. Бірлік бар жерде, ынтымақ бар жерде команда мықты болады. Команда боксшыға қарап өседі, боксшы командаға қарап өседі. Екеуі тікелей бір-бірімен байланысты. Біздің Америкадағы кәсіпқой бокстағы дебютымызға әлі 1 жыл болған жоқ. Құдай қаласа сентябрьдің 24-іне 1 жыл толады. Осы 1 жылдың ішінде біз кәсіпқой бокста 5 бірдей жекпе-жек өткіздік, 2 бірдей белбеу алдық, әлемнің ең үздік 15 боксшысының тізіміне ендік. Аллаға шүкір, өте жақсы келе жатырмыз, командамыз өте мықты құралды, алға қойған мақсатымыз бір, барлығымыз бір-бірімізге қолдау көрсетіп, тез-тез чемпион болуға барлығымыз осы командадағы әр мүше атсалысып жатыр. Бұйыртса осы келесі жылдың дәл осы уақыттарында мүмкін Жәнібектің чемпиондық кездесулерін көріп қалуымыз ғажап емес. This is boxing, this is Top Rank. Ali Kadula.
Training camp was beautiful. Got Johnny Beck working on more body work now. Going to the body wall. Next champion, Kazakhstan. Кәсіпқой бокстағы біздің далада бокстасуымыздың біріншісі. Жақсы болатын сияқты негізі. Жанкүйерлердің барлығы асыға күткен жекпе-жек болды, асыға күткен жеңіс болды. Намыстанып қазақты Борат деді деп ашуланып отырған жанкүйерлердің айызы қанды. Стюарт Маклелланды әдемілеп жазаладық, жазасын бердік. Жекпе-жек күткен соң Стюарт өзі біздің қасымызға келіп, сурет үшін кешірім сұрайын, бұл жай ғана сенің ызаңды келтірейін деген ойым еді, бірақ бүкіл елді ашуландырып алғанды білем, түсіндім деп бізден келіп бір кешірім сұрады. Осыны оған әдемілеп түсіндірдік біз. Біздің Қазақстан деген осындай керемет ел, тәуелсіз ел, керемет ғимараттарымыз бар, тауларымыз бар, табиғатымыз тамаша. Бораттағыдай біздің қазақтар ақымақ емес деп барлығын айтып түсіндірдік. Түсінді, сыйластығын білдірді, өзінің әлеуметтік желісіне үлкен құрметпен Жәнібекке деген жылы лебізін жазды. Қазақ стайлын бүкіл әлемге танымал қылмайынша, брендке айналдырмайынша біз тоқтамаймыз. 2 апта демалып алып, жаттығуымызды бастаймыз. Бұйырса қазан айының аяғында рингке ораламыз. Жекпе-жек бәрі ойдағыдай өтті. Жаттығудағы істеген, ойлаған тактикаларымызды, техникаларымызды, қай раундта қанша қосу керек екеніміздің бәрін ойдағыдай есептеп шығып, рингте көрсетіп шықтық. Бәрі ойдағыдай болды, жарақатсыз болды. Бұйырса келесі жекпе-жекті күтіңіздер. Келесі жекпе-жекке дайындығымызды жақсылап, шыңдалып, одан да жақсы өнер көрсетуге тырысамыз.